Бүгінгі күннің сабақтың тақырыбы дәнекерлеу құралдармен таныстыру. Сабақтың мақсаты студенттерге металды пісіруге дайындауды үйрету, студенттерге дәнекерлеушінің жұмыс орнын ұйымдастыру және қауіпсіз техникасын үйрету. Студенттерге дәнекерлеу кезінде қолмен дәнекерлеу дегеніміз бұл балқытылған электродпен дәнекерлеу. Бұл дәнекерлеу металл, қолмен металл дәнекерлеу немесе қорғаныс атмосферасында дәнекерлеу деп аталады. Сендерге таныстырып кетейін, бүгін қазір замани байланысты жаңадан шыққан сварный дәнекерлеу аппараттары. Мынау сварный БТ-40 дегені осындай бар. Бұл ауыспалы болып жүреді. Келесі. Содан кейін мынандай бар. Полуавтомат. Бұл жерде қолмен дәнекерлеуге де болады. Содан кейін аргонмен жұмыс істеуге болады, және автоматический сваркамен жартылай полуавтоматпен жұмыс істеуге болады. Кейін шыққан бұл заманауи технология бойынша салынған аппараттар. Мынау балластық рестот дейді. Бұл анау 380 аппарат үлкен стационар ТДМ 402-ге қасында тұратын аппарат. Ол қосылады. Бұған үлкен аппараттан мынадан мынау ТДМ 402 дейді. Осыдан мынаның екі түрі бар. Бұл жаңағы тоқты қалай келтіреді? Ең бірінші қолмен бұрап келтіруге болады. Қолмен бұрап келтіреміз тоқты. Екі картушкасы, біреу қозғалатын, біреу қозғалмайтын. Мынау тоқты екінші жылжымалы картушка арқылы тоқты көбейтіп азайтады. Сағаттың бойымен бұрасаң тоқ көбейеді, сағаттың қарамарсы бұрасаң тоқ азаяды. Оны қайтады бұрап атқанша, жаңа балластық рестот. Балластық рестот. Мына балластық рестот. Ана аппараттың қасына қоямыз да, бұл жерде ең оңай тәсілі, цифрлар жазылған. Бізге қанша ток керек, 160 ток керек болса, 80, 40, 20 дейді. Математика. Көтеріп, бізге 120, 160 керек болса, 280 қосамыз. 140 керек болса, 80, 40, 20 соны математикамен келтіреді, соны қосады. Дәлелде біреу минус, біреу плюс, екіне келеді. Минус жұмыс орнында сол келеді да, ал екіншісі плюс қолмен дәнекерлеу аппараты бар. Бұдан басқа тағы да бұл стационар емес, бұл жылжымалы. Тоқ генераторы, мына тоқ береді. Тоқ береді осымен жұмыс істеу болады. Аппараттарды қосып, аппаратты сваркаға қосып жұмыс істеу болады. Сваркамен дәнекерлеу кезінде жұмыс істеген кезде қандай бізде нелер бар? Қорғаныс тәсілдерді қолданамыз. Ол бірінші киім, дәнекерлеушінің киімі, қолғап, аяқ киім, содан кейін масканы щиток дейді, осының астын бұл керегі. Қолдан ескен кезде техник қауіпсіздік сақтау үшін түймелердің бәрін тағуымыз керек, тағамыз. Содан кейін қолғапты киеміз, басымызға шапка киеміз. Сол аяқта аяқ киім болу керек. Өйткені дәнекерлеген кезде жан-жаққа от шашайды, от шашқан кезде аяқта кимеу керек, қолда кимеу керек, сол үшін істелген. Қазіргі демонстрация келесі. Енді мына жерде көрсетіп тұрған сенің алдарыңызда инструменттерді, сварщиктардың құрал жабдықтары дейді. Ол қандай бірінші? Балға, бұл шлак түсіретін балға. Соң щетка. Тазалайсың, шлактарды тазалайсың. Маска, соң катетмер өлшейтін. Шаблон сварщика еді, универсал өлшейтін. Содан кейін, мына жерде көрсетіп тұрғанда, мына жерде, мынау сварщиктың асылы несі тоже. Мынау плюс клеммасы, мынау минус клеммасы, биялай, электрод, щетка мен есі балғасы. Мына жерде тоже келтір. Мынау тоже жарқын деген, дәнекерлеу керек нәрселер. Мынау магнитный, үш бұрышты керек болады. Мынау несі, шлаг қағатын, щеткалардың түрі, мынау ушием екі деген, маска, рулетка керек. Мынау струбцина, содан кейін мынау да струбцина, мынау урин, содан кейін мынау жаңағыдай сварочный аппараттың, дәнекерлеу аппараттың кейінгі түрлері, жылжымалы түрі, мында тұр деген. Мынау пісіретін жағы плюсы, мынау минусы.